Ұланның ерлігі ұмытылмады. Естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрын Таразда қарақшы мен сақшылар арасында ашық атыс болған еді. Мөлтек ауданда орын алған оқыс оқиғадан тәртіп сақшысы Бекжан Тіленшиев оққа ұшып ауыр жараланған еді. Салдарынан сал күйге түскен оғланның жақындары үкіметтен еш көмек көрсетілмеді деп жыларман халге түскен болатын. Редакциямызда бұл кейіпкерді көрсетті. Бірақ қазір мұның бәрі ұмыт болды. Құзырлы қызмет бүгінгі бейбіт күннің батырына баспана кілтін табыстады. Төсекке таңылса да мойымаған Бекжанның жаңа қонысына тілшілеріміз барып қайтты. 3 жыл бұрын қылмыскермен атыс кезінде оққа ұшқан батыр Бекжан күні бүгінге дейін жалдамалы пәтерде жан бағып келді. Десе де Тіленшиевтер отбасы үшін берекелі таң атты. Айдан жылға жалғасқан уәде орындалып, Арай ықшам ауданынан 2 бөлмелі пәтердің кілті берілді. Қызығы, әсіре салтанат пен артық дабырасыз құзырлы орган тосыннан кеп жаңа баспананың кілтін ұсынғанда кеткен. Жаңа пәтерді алғашқылардың бірі болып Бекжанның әкесі мен әпкесі аралап, тіпті көршілермен де танысып үлгерген. Қонысы бірінші қабаттан тіпті пандусы да бар дейді олар. Ал төсекке таңылған батыр жаңа пәтерді әлі де көрген жоқ. Десе де қатардан қалдырмаған қаруластарына алғыс айтады. Ендігі көксегені аяққа тұру. Қазіргі облыс әкімі Мырзахметовтың сол кісінің қолдауымен одан бөлек өзіміздің Оразалиев мырза начальниктігінде сол кісінің несімен атсалысуымен осы пәтер енді бүгін кілт қолға тиіп тұр ғой. Алла бұйыртса бірінші аяққа тұруға енді бірақ сезім болады, рахмет айтыр. Ол кісілердің сөйтіп не істеп, елеп ескеріп, қолдау көрсетіп не істеп атқандарына. Жаңа баспана бірден қолға тимепті. Бекжанның сенімді өкілі Аралбектің сөзінше пәтер жыры 1,5 жылға жалғасқан. Тіпті бір кездері ай сайынғы мүгедектігі үшін берілген жәрдемақысы қысқартылып, соттасқан сәттер де болыпты. Бірақ түбі ердің ерлігі елеусіз қалмады дейді ет жақындары. Біз кіріскен кезде 1,5 жыл уақыт өткен еді. Сөйтсек қарас болған оқиға. Сөйтсек бұның зейнетақысы пенсионы жаңағы бергенде төмен, дұрыс емес. Жалпы қағаздардың бәрі дұрыс емес. Және баспанасы жоқ. Ата-анасының оны жүгіретін уақыты жоқ, баласы ауырғаннан кейін. Сонымен мен сол сенімді өкілдікке ұсынды, әріптестерім. Сол себептен мен оған жүгіріп, осы бүгінге шейін қатты жүгіріп еңбек етті. Осы көктемде ғана Бекжан елордамыздағы оңалту орталығынан оралды. Лезде көтерілетін дене қызуы аздап қалпына түскен. Тіпті шетел асып Грекияның ем-домын қабылдапты. Дәрігерлер массаж бен оңалту жаттығуын үзбесе, полицей аяқтан тұрады деген үкілі үміт бар. Жаңа қонысқа бүгін жайғасқан жанұясы жақынының бұл тілегіне ниетті. Ақсәуле Әбітай, Дулат Шықпанбетов, Жеті Ньюс.